Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін бисквитный рулет жасаудың рецептісімен бөлісемін сіздермен. Өте керемет дәмді болып шығады. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз. Бұл бисквитті жасау үшін ең алдымен 4 жұмыртқаны сарысын бөлек, ағын бөлек бөліп дайындап аламын. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, егерде рецепт ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз, жарай ма? Сосын 75 грамм сұйық майды осылай өлшеп алып, қатты ысытып аламын. Сосын ұнды тура осылай граммажбен міндетті түрде өлшеп салыңыздар. 75 грамм ұн, жағы ысытып қайнатып алған майға ұнды араластырамын жақсылап. Сосын оның үстіне 60 грамм сүт құямын. 60 грамм сүтті құйып және араластырамын. Сосын жағы бөліп алған жұмыртқаның сарысын қосамын. Жұмыртқаның сарысын қосып 35 грамм шекер саламын үстіне. Енді жақсылап араластырып, бұны бөлек қойып қоямын. Келесі кезекте жұмыртқаның ағына тура солай 35 грамм шекерді дайындап аламын да, жұмыртқаның ағын миксермен осылай көпіртіп, жағы шекерді қосып, кішкене бір шымшым тұз қосып жіберемін да, осылай көпіргенше араластырамын. Сосын жағы жұмыртқаның сарысымен дайындаған начинкамен екеуін мұқият әдемелеп араластыратын боламын. Қыздар, бұл жерде граммды точно тура сондай грамммен қосу міндетті түрде, солай қоссаңыздар бисквиттеріңіз әдемі болып шығады. Енді екінші жаңағы бөліп алған қамырға 1,5 қасық какаоға 1,5 қасық қайнаған суды қосып араластырып аламын да, жаңағы бөліп алған қамырдың біреуіне какаоны араластырамын. Сосын противенге пергамент қағазын төсеп, ең алдымен начинканың ақ түстісін төсеймін. Әдемілеп, бәрін бір келкі етіп, сосын оның бетіне жаңағы какао қосылған начинканы саламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз, жарай ма? Осылай салып, шпажкамен немесе вилкамен, болмаса жаңағы пышақтың ұшымен осылай араластырып, духовкада 180 градуста 20 минут пісіріп аламын. Бұл бисквит өте тез піседі. Мінекей, мен бисквитім пісті, енді осыны рулет етіп орайтын болам. Ой, мына жер кішкене сынып кетті, енді ештеңе етпейді, ондай болады. Енді мен арасына малинаның вареньясын жақтым. Енді сіздер өздеріңіздің қалауыңызбен кез келген жағы тәтті творог жақсаңыз болады, немесе крем жасап, крем арасына жақсаңыз болады. Сосын орап, суытып, суыған соң осылай кесіп, шаймен ше берсеңіздер болады. Өте керемет дәмді болып шығады. Осылай жасап көріңіздер менімен бірге. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Менің каналымнан алыстамаңыз. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыз.